Кайырлы күн насыйхан чайымдары. Бүгүн сиздермен 5 минутта дайын болатын фунчозанын эң керемет рецептисимен бөлүшетін боламын. Видео мынаса лайк басып, каналыма тіркеліп, келесі видеода қандай рецепт күтетіндеріңізді комментарияға жаза кетіңіздер. Бір пачка фунчозаның үстіне қайнап тұрған суымызды құямыз. Суды құйып болған соң міндетті түрде осылай арасын ашып араластыруды ұмытпаңыз, өйткені бір-біріне жабысып қалуы мүмкін. Енді бір дана болгар бұрышын тәтті бұрышты осылай соломка етіп, жұқа етіп жақсылап турап аламыз. Сәбізімізді осылай үккіштен өткізіп аламыз. Енді қиярды да соломка етіп турап аламыз. Енді аскөкті турап аламыз. Өз қалауыңыз бойынша ұсақтап немесе ірі етіп турасаңыздар болады. Енді сарымсақты соломка етіп немесе ұсақтап турап алыңыз. Фунчозаның ыстық суын төгіп, міндетті түрде мұздай суға салып алыңыздар. Енді қызып тұрған майға болгар бұрышы мен пиязды салып, жақсылап қуырып алыңыз. Көп қуырудың қажеті жоқ, кішкене бір 2 минут қуырсаңыздар жеткілікті. Енді оның үстіне сәбізді қосып, оны да кішкене қуырып аламыз. Енді үстіне тұз және салатқа арналған корей тұзын салып, жақсылап араластырып алыңыз. Осылай 1-2 минут көлемінде қуырып аламыз. Үстіне аскөк пен сарымсақты саламыз. Енді үстіне соя соусын құйып, жақсылап араластырып алыңыз. Міне осымен дайын. Енді дайын болған фунчозаның үстіне саламыз. Енді оның үстіне соломка етіп туралған қиярымызды саламыз. Жақсылап барлығын біркелкі етіп араластырып алыңыз. Салатымызды біркелкі етіп араластырып алдық. Міне осымен салатымыз дайын. Дәмі өте керемет болып шықты және жеңіл 5 минутта дайын болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видео ұнаса каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарияға қандай видео күтетіндеріңізді жаза кетіңіздер. Ас болсын.